Сәлем достар, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Бүгінгі видеода Leica CS10 контроллерінде местный система координат қалай жасаймыз, сол туралы айтатын боламын. Местный система немесе локальная система координат. Ол үшін ең алдымен проект ашып алуымыз керек. Екі проектте жұмыс жасаймыз. Ең бірінші проектіміз ол бізде съемка жасайтын проект болады. Мысалға 1, 2, 3 названиясы, келесі система координат. Бұл жерде Астана қаласы бойынша, менің мысалымда Астана қаласы, городской система координат. Запись. Бұл проектте мен даладағы реперларымды съемка жасап аламын. Кем дегенде 4 репер керек. Сол съемкаларды осында жазамын. Екінші проект ол бізде локальный системаға арналған проектіміз болу керек. Мысалы local. Local 1 деп қойын. Бұл жерге ешқандай система координат таңдамаймын. Нет деп қоямын. Бұл жерге жаңағы біздің съемка жасалған реперларымыздың локальный немесе местный система координаттағы реперлар енгізіледі. Ал енді далаға шыққаннан кейін обязательно біздер RTK режимға қосыламыз. Содан кейін проект бізде жаңағы бірінші 1, 2, 3 деген проектті таңдап аламыз. Осын таңдап алғаннан кейін реперіміз съемка істейміз. Мен мұнда реперді условно маркермен белгілеп қойдым. Оған кіремізде съемка. Съемкада бірінші точка болып тұра берсін. Высота 1.80. Координаттар менде городской системада. Съемка жасайым. Точка записана. Енді келесі реперға кеттім. Осындай реперден бізде 4 болу керек. Нет связи на RTK, да. Ал кеттік. Екінші репер менде болмаған соң оны маркермен белгілей салам уақытша. Ол тек оқу мақсатында ғана тек белгілеп тұрғаным. Ал сіздерде реальный реперлерға қоясыздар. Точка записана. Осылайша екінші репер съемка жасап алдым. Келесі үшінші реперға барамын. Үшінші реперға келдік. Ой, бұл маркер. Маркердің шаруасы бітті. Үшінші репер съемка. Точка записана. Төртінші реперім. Съемка жасаймыз. Точка записана. Ол кем дегенде 4 реперді съемка жасап алдық. Енді осы съемка жасалған координаттарды локальный системаға аударуымыз керек. Ол туралы менде аудару үшін конвертер бар. Ол конвертерді қалай жасау керек туралы мен шаблон жасау туралы видеода айтқан боламын. Оны жоғарыдағы подсказкадан көре аласыздар.
Енді қалғанын ішке барып жасап көреміз. Жаңағы далада жасап келген съемканы флешкеге жазып алып, ары қарай компьютерге саламын. Проект, экспорт, қарапайым DXF форматында экспорт жасай саламын. 1, 2, 3. Ары қарай енді компьютеріне салып, сондан координаттарымды местный системаға аударып аламын. Жаңағы 1, 2, 3 проекттің компьютерге жазып алдық. DXF форматта автокадты ашайық. Міне біздің 4 реперіміз. Енді осыны көшіріп аламыз осы жерден. Бұл городской системада тұр. Сол үшін копировать с базовой точкой деп аламыз. Міндетті түрде 0,0. Келесі мен шаблонында ашамын. Шаблонда мына жерде система координатты городскойға ауыстырамын. Енді осы жерде вставить координаты 0,0 деп қоямын. Жаңа 4 реперім түсті. Енді мына жерде система координатты MSK-ға ауыстырсам, MSK менде местный системада тұр. Ауыстырған кезде жаңағы городскойда түсірілген реперларымыз местныйға автоматты түрде пересчет жасалады. Онда местныйдағы координаттарға келеді. Енді осы координаттарды біз контроллерге экспорт жасауымыз керек. Оны текстовый форматпен флешкеге жазып, ары қарай проектке енгізетін боламын. Екінші ашқан проектке контроллерде local деген 3D polyline-ын қосып алдым. Ары қарай extra tools-пен координаттарын алып шыға келем. Мына жерде бізде бірінші номер, екінші Y, ары қарай X, одан кейін барып отметка орналасқан. Осыны текстовый формат блокнотқа салып, CSV форматта сақтап аламын. Рабочий стол, все файлы, localcorn.csv. Да. Енді осы файлды контроллерге енгіземін. Флешкеге жазып алған файлымызды local1 проектісіне импорт жасауымыз керек. Проектке кіріп, импорт данных, импорт ASCII файл. Из файла деген жаңағы флешкедегі localcorn CSV форматындағы файлды таңдаймын. Рабочий файлға ол біздің local1 проектіміз таңдаймыз. Импорт жасалды. Жаңа алдында компьютерді жасауын ұмытып кетіппін. Мұнда проект local1-ға кіріп, точкалардың названиясын съемка жасаған точкалармен бірдей ілестіріп қойсақ, сонда жеңіл болады. Бірдей қылып қою керек. Сонда келесі операциялар жеңіл болады. Мысалы, бірінші точка 001, екінші точка 002, үшінші точка 003, төртінші точка 004. Осылай істеп алсақ, ары қарай жеңіл болады. Келесі проектіміз таңдаймыз. 1, 2, 3. Ары қарай локальный система координатты жасау операциясы, начало работ, съемка плюс и мында трансформация дегенге кіреміз. Ол жаңа контроллерларда создать SK деп аталатын болады. Трансформацияға кіреміз. Метод в один этап таңдаймыз. Система координатты атын жазамыз. Так, MSK. Мысалға, местный система координат 1 деп қойын. Мына жерде VGS 84 проект дегенге біздің 1, 2, 3 проектіміз тұру керек. Біз далада съемка жасап алған екінші локальный SK-ға local1 проектін таңдаймыз. Локальный системада. Окей. Мына жерде учет высот дегенге ортометрическое қоямыз. Ары қарай модель геоида керек емес.
Енді міне связующий точки деген шаққа келдік. Бұл жерде мысалы авто дегенді басатын болсақ, бүкіл екі проекттегі точкалардың атаулары бірдей болған соң автоматты түрде шыға келеді. Авто дегенді басқанда. Немесе оны вручную жасауға болады, связь дегенді басып өтіп. Связь емес, редактировать. Мына жерде міне каждый проектте точкалар таңдауға болады. Мында да таңдап, и тип связьки таңдаймыз. Ары қарай вычислить деп басам, екі системадағы точкаларым 0-0 ошибкамен отырды. Бұл егер де мысалы бірінші рет жаңағыдай съемка жасап істейтін болсақ, осы жаңа көрсетілген бағыттар бойынша ол осылай байланады. А егер де басқа құрылыс алаңында біреудің локальный системасында жұмыс жасағыңыз келсе, просто ол кезде солның местныйдағы координаттарын алып, соны съемка жасап аласыз. И ары қарай жаңағыдай осы шагтарды жасаған кезде мына жерде өзінің ошибкалары шығатын болады. 1 сантиметрдің шамасында, 1-2 сантиметр. Окей. Запись деймін. Бітті. Енді біздің 1-2 проектінің свойствосын қарайтын болсақ, система координат MSK1 деп тұр. Біздің система координатымыз жасалды, местный система. Енді бұны далаға шығып тексеріп көрейік. Енді біз далаға келдік, қайтадан съемка жасап алайық. Контроль ретінде бұларды тексеру үшін. Так, съемка. Точка записана. Съемка жасалды. Енді мына жерде біздер бағана система координатымыз ауысқан кезде бұл городскоймен жасаған съемкамызды, съемканың координаттары да сразу местныйға ауысып кетті. Так, дополнительно. Так, бірінші 245, 788, 797, 925. 1 сантиметрдің шамасында шығып. Бұл бірінші точка. Енді келесі точкаларды да съемка жасап шығайын. И оның результатын экранға шығарып қоямын.